Әлбетте сол қосық арқылы да біз балалыққа қайтуымыз мүмкін, өзгеше бір қуанышлы мәуіретлерді еслеуіміз мүмкін көзада. Сол орында балалық уақытымызда біз Қарақалпақстан телеканалын тамашалап, оның ұйқылайтұғын уақыттың болғанын сездіретұғын, білдіретұғын бір қосық бар еді. Яғни көрсетулердің ең соңында атқарылатұғын сол қосық әр біріміздің бала уақытымыздан құлағымызға жүдә сіңіп қалған. Сол қосықтың жетегінде біз ұйқыға кететұғын едік. Бұл қайырлы түн қосығы. Бұл қайырлы түн қосығын ескенде көп елеслеулеріміз, бүткіл балалығымыз қазіргі күнге шекемгі болған дәуір көз алдымыздан елеслейді. Әлбетте, міне осы телеканалдағы әлбетте әрбір дөретушінің, сол диктор баслаушылардың сол дөретушілігіне хәуес етіп, біз қызыққанбыз, олардың хәттегі сөйлеуіне, киінуіне хәуес етіп, міне бүгін осы студияда баслаушы сыпатында халқымызда қызмет етіп жатырмыз көрсету арқылы. Әлбетте, осы қосықтың біз айтып өткен тарихы, оның кім жазған, дөретушілері, атқарушылары кім, бұл хақында қызықлы мағлұматларды білгіңіз келсе, әзіргі сюжетімізді назарыңызға біз ұсынамыз. Мархамат. Арман құмырыңыз ұяға қонсын. Елімізде және бір әжайып таң атты. Қайырлы күн, әзизлер. Ұсындай әжайып тілеклер менен басланған жаңа күн, әдеми саатларды бір-біріне жалғастырып, қайырлы кештің, ақшамлы түннің мәуірлерін інәм етеді. Демек, бүгін бір қосық тарихында, бір уақытлары телевидениеміздің бағдарламасының жумақлаушы қосығы саналған қайырлы түн қосығы хақында сөз етпекшіміз. Қосықтың авторы Қарақалпақстан халық шайыры Халила Дәулетназаров. Шарафаттин Пахрадинов менен бірге 90-шы жылдары Қарақалпақстан телерадио компаниясы жанындағы халық сазлары оркестрінің бас дирижері болып істеді. Сол уақытта мен де сол жерде радиода істедім. Сол уақытларда енді бір-біреуге жақын жүреміз, көрсеміз күнара күнде. Бағдарлама оқылып болғаннан кейін тым-тырыс болып қалады да, қап-қараңғы болып қалады телевидение. Сол Шарафатпен ойласы сондай бір қосық жазсақ, қайырлы күн, қайырлы кеш деп адамдарға бір жақсы бір не берсек деген немеден сөзін жаздым. Шарафаттин жақсы намаз жазды. Оны енді хақиқат бір адам айтқаннан көрі екі адамның айтқаны жақсы. Дәлібай Мамбетмұратов, Базаргүл Каримовадай лирик қосықшылар Қарақалпақстанда енді бірінші күш бастаушылар да бұлар. Сол екеуі бұрыннан неше жылдардан бері кетіпті. Бұл кеше бүгін емес, 20-30 жылдардан бері кетіпті да оларда. Енді көп адамларға аз-мазда болса көңілдерінде бір жақсы сезім, жақсы бір кейпият, жақсы көңіл қошылық бере алған болсақ, тикарғы вазифамыз да сол. Хауаз, нама, сөз, музыканы қосылып барлығы есілсіп, жіпектегі есілсіп, сондай бір дәрежедегі жақсы бір ырғақларды, көңілге қонымлы бір сұлу намаларды пайда етеді. Адамларға бір жақсы жетіп барса, ең басты мақсат. Енді оның ар жағында үлкен минет, мен жазған менен, оны композитор нама жазады. Оны қосықшыларды тауып, оларға үйрету деген үлкен нәрсе. Енді мен хабарым бар, көп композиторлармен істесемін. Неше намалары бар, айтатұғын адам жоқ. Лайықлы да, енді қосықшылар көп. Бірақ сол бергісі келмейді да, бүйтіп айта алмайды, басқарламайды деп. Сол айтылғандай бұл қосық айтушыларына, атқарушыларына да, намадың дөрелуі де, бәрі сөзге сай, бәрі жақсы болып жазылған, жақсы қосықлар еш уақытта өлмейді. Қосықты әр сапары есіткенімізде еріксіз, көпшілігіміздің балалығымыз, жаслық жылларымыз ятқа түсері анық. Себебі көк экранымызда жаңлаған бұл қосық өзінің жағымлы намасы мененде жүрек төрімізден орын алған. Дөретуші инсанның екі өмірі болады дегенде, мінекей бүгін әкеміздің өзі дүниядан өтсе де, бірақ сол шығармалары, қосықлары мәңгі жасай береді халқымыздың жүрегінде. Қайырлы түн қосық хақында бір анық мағлұматты білмеймін, бірақ сол 1997 жылы алжас болсам, Өзбекстан мемлекеттік консерваторияның оқуына бірінші курсқа кіріп,
сол жақта оқып жатқан уақытларында сол жылдары шықты алжаспасам бұл қосық. Бұл енді әкеміздің айтқаны бойынша сол уақытта сол жылдары Қарақалпақстан телерадио компаниясының жанында халық саздар оркестрі бар еді. Сол жерде тек оркестр емес, ол жерде ойыншылар, һәм сазендерлер, басқа да халық саздар ансамблі, һәм үлкен-үлкен қосушылар. Сол дәуірде Дәлбай Мамбет Мұратов, Базаргүл Каримовалар, және де басқа үлкен-үлкен қосушылар, һәм халық саздар оркестрінің көркемдік жақтан басшы болып істеп жүрген дәуірде сонда бір қосық жазылу керек болған. Сол эфир жұмақланып, халыққа бір жақсы тілек, ниетті білдіріп, сол қосықтың өзінде де айтылған ғой, бәрі беріп тыңдаған болсаңыз тексттерін. Сондай қосық жаратылған, һәм бұл қосықтың сөзін сол Қалиланың өзі бірге сол дәуірде істескен, сол істеп отқан уақытында сол Қалилаға сөзін жазған, бұл қосықты кәміне келтіріп атқарған сол Дәлбай Мамбет Мұратов, Базаргүл Каримовалар. Әкемнің өзі аранжировкасын істеп, һәм намасын сол қосушыларға үйретіп, о дәуірде енді студия болғанда да лентаға жазылатын, һәм сол лентаға записке түсіп қосық жазылған. Бұл қосықтан дуэт жанрында атқарылған. Бірінші сол Дәлбайға басылайтын болса, кейін Базаргүл апа давам етіп, һәм дауыстыларға бөлініп, һәм бір халықтың бір неғылдайды жүрек төрелерінен орын алатындай қосық. Жақынға шейін сол Қарақалпақстан телеканалында қосық атқарылып, һәм сондай ядда қалатындай қосық болған. Уақыты да бір 2 минутқа жетер-жетпес, 2 минуттың атырапында қосық алжаспасам. Бірақ сондай дәрежеде жазылған, сол 2 минуттың ішінде, һәм сол текстің ішінде бәрі жәміленген, һәм соны профессионал дәрежеде атқарып, сол аранжировкасын әпуай қылып өзі істесе де, бірақ сол халықтың көңіліне, жүрегіне жетіп баратын сондай қосылар болған. Шайыр, композитор, қосықшы бір-біріне үнлес болғанда ғана құнлы шығарма дөреледі. Міне қайырлы түн қосығы ұсындай үшліктің хақиқи дөретушілік жұмысы. Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен һәм Қарақалпақстан халық артисті Базаргүл Каримова, Қарақалпақстан халық артисті Дәлбай Мамбет Мұратовлар бұл қосықты кәміне келтіріп атқарған. Көп өткен жоқ, бір 10 күннің ішінде мен қосытайым болды. Мен сол ойыма келді де, мен айтым, Базаргүлмен көрейін, мен Каримовамен дедім да. Сөйт, Базаргүлмен екеуміз бір көп таярланбадық онша. Бір сағат таярландық, Шарапайдың өзімен бірге. Дауысымыз соғырақ түсіп тұрыпты. Сөйтіп, ал деді, соны сіздер айта қойын екеуміз деді. 20 күннің ішінде қосық шығып, сөйтіп Нөкс телевидение жауылған уақыттағы қосық қылып шығарылды. Енді бұл бір ғана сол уақытта айтылатын нәрсе емес, сонда бұл тілек халыққа деген. Жақсы жатып, жақсы тұру деген тілек. Бұны басқа уақыттарда да айтуға болады. Өздерімізге түсетін жақсы қосық болды. Бір жерлерде сорап қалады менен бұл нәрсені да. Çoğalar айтып беремін. Арман құмырыңыз ұяға қонсын, от ошақ басыңыз шадлыққа толсын, талабыңыз барға онан келсін деп айтылатын қосылды бұл енді. Сол үшін бұл қосылар еледе қайтадан істейміз. Базаргүлмен бір ойласып қойыппыз енді. Соны бір қайттан бір жарыққа шығарып жібереміз деген ойымыз бар. Әрқандай қосықтың кеуілден кеуілге сөзлері, намалары атқарушысы менен жетіп барады. Ол мәнілі болғанда ғана ықыласпентілердің нәзеріне түседі. Бұндай қосықлар арадан қанша жыллар өтсе де өлмейді, мәңгі жасай береді. Hayırlı tün, hayırlı kış, hayırlı tün, hayırlı kış, hayırlı tün, hayırlı